Қайырлы күн әріптестер. Егер баланың сөздік қоры аз болса, бала көрген суреті арқылы әңгіме құрастыру балаға қиыншылық туғызған жағдайда ментальды картаның тигізер пайдасы өте зор. Бүгін мен сіздерге осы ментальды картамен қалай жұмыс жасау керектігі жайлы түсіндіре кеткім келіп тұр. Бізге ментальды картамен жұмыс жасау үшін арнайы көрнекіліктер және осындай бағыт-бағдар беретін осындай мезгілін алатын болса, қазір мезгілде көктем келді. Көктем мезгілін алатын болса, ең бірінші бізде көктем мезгілінің айларына мамыр, сәуір және наурыз айлары балалар қысты қалың киімдерін шешіп, жеңіл киімдерін ауысады, аяқтарына арнайы су өтпейтін аяқ киімдер киеді, мынандай етіктер киеді. Жылға-жылғалардан су ағады. Балалар қызық көріп, қайық жасап, күн жылына суға құстар ойнаққа шығып келеді. Балалар қызық көріп, сол құстарға арнайы осындай ұялар жасайды. Ең бірінші гүл шығатын көктем мезгілінде қандай гүл? Дұрыс, яғни бәйшеше гүлі. Бәйшеше гүлі ең бірінші гүл жарады. Сонымен қатар көктем мезгілінде ағаштар бүршік жарады, ағаштар бүршік жар, міне осындай гүлдер пайда болады. Сонымен қатар балалар көктемде үлкендер қызу жұмысқа кіріседі, яғни жер жыртып, егу жұмыстары басталады кетеді. Осы ментальды картамен жұмыс істете отырып, баланың деңгейін, білімін анықтауға болады. Бала ментальды картамен жұмыс істей отыра, оның ой-өрісі дамиды. Сонымен қатар бала өзін еркін сезінеді, достарымен топтық қарым-қатынасқа түседі. Әсіресе бұл ментальды картаның тұйық мінезді балаларға өте пайдасы зор. Бала осы суреттерді құрау арқылы ашылады, өзінің сөйлеу қабілеті дамиды.